Сәлем достар. Бүгін біз Google сайтынан, яғни Google'ден көптеген сөздер іздейміз, яғни көптеген сөздер жазу арқылы керегімізді табамыз. Әдетте Google'дан ізделінген әрбір сөздер бұл браузерде сақталып отырады. Біз не іздедік, оның барлығы сақталады. Ал мына жердегі история, бұл ашылған сайттарды айтып отырған жоқпын. Бұл жерде тек қана ашылған сайттарды өшіруге болады, бірақ жаңағы Google'дан ізделінген сөздер ол айырым сақталады. Мысалға, ашылған сайттарын енді өшіру осы басқыштар арқылы атқарылады. Дегенмен Google'дан ізделінген сөздер ол қайта сақталынады, және Google'дан әрбір ізделінген сөздерді сақтамауымызға да болады браузерге. Сол басқыштарды қазір көреміз. Бірінші мен Google'a кіріп алайын өз аккаунтыммен. Басында аккаунт. Енді мен қалай жұмыс жасаймын, сіздер қарап отырыңыздар. Мен көп түсіндіріп айтпай-ақ қояйын. Мінекей, бұл жерде біздің ашылған, мен көбінде ізделінген сөздерді мен сақтамауға тырысамын, және оны жауып тастаймын. Бұл енді жаңағы ізделінген сөздердің тізімі осы жерде тұрады. Біз барлық ізделінген сөздерді осы арадан таба аламыз. Мысалы, бір айдың болмаса бір жылдың алдында мен не іздедім, сол уақыты күніне дейін барлығы көрініп тұрады. Ал енді осы әрбір Google'дан ізделінген сөздерді сақтамауға, яғни оны жауып тастауға әрине болады. Мінекей, осы жерде мынаны жауып тастасақ, осыны жауып тастасақ, бізден Google'ден ізделінген сөздердің барлығы сақталмайды. Жақсы достар, мен Естен Ербол, каналға жазыламыз.